Салам достар, әлемнің түкпір-түкпіріне тараған бұл атышулы індеттің қорқынышты екенін баршамыз білеміз. Алайда бұрынғы уақыттарда бұдан да қорқынышты аурулар болған екен. Біз бүгін сіздерге ең сұмдық жұқпалы ауруларды көрсететін боламыз. Чума. Бұл пандемия Европада пайда болды, ал сосын Азияға 1330 жылы келіп жетті. Бұл аурудың ең көп тараған түрлері бубон және өкпе обасы. Осы аурудан қайтыс болғандар 98%, кейбір кездері тіпті 100%-ға дейін жетті. Ал қазіргі таңда медицинаның дамыған кезінде 10%-ды құрайды. Ауыздан тоқтамай қан ағу, адам денесінен белгісіз үлкен жаралар шығу және терінің қараюы, осылардың барлығы чума ауруының белгісі. Бұл аурудың аты тарихта мәңгі қалады. Өйткені чума аурумен адамдар көптеген жылдар бойы күресіп келді. Көбінің айтуы бойынша бұл ауру егеу құйрықтар арқылы адамдарға тараған деген болжам бар. Испан вирусы. Бұл эпидемия Испанияда бастау алды. Бұл адамзат тарихындағы тұмаудың ең жаппай пандемиясы болды. Жұқтырғандар саны бойынша да, қайтыс болғандар саны бойынша да. Эпидемия 1918 жылдың қаңтарынан 1920 жылға дейін созылды. Бүкіл әлемде испан вирусынан кем дегенде 550 миллион адам жұқтырған, ал қайтыс болғандар 17 миллионнан асқан. Аурудың көбеюіне антисанитария және дұрыс тамақтанбау ықпал етті. Холера. Бұл әдетте эпидемия түрінде таралды. Көбіне адамдар Африка, Оңтүстік Америка, Үндістан және Азияда ауырды. Бұл ауру аш ішектің зақымдалуымен пайда болады. Холерамен ауырған адам құсумен, бас айналуы, турасын айтқанда өлімге дейінгі әртүрлі жағдайда болады. Бұл аса қауіпті инфекциялардың біріне жатады. Коронавирус. Бұл аурудан көптеген адамдар зардап шегіп жатыр. Олардың ішінде Қазақстан да бар. Және карантинде отырып адамның жүйкесі де тозып кетті. Достар, осы уақытқа дейін адам баласы түрлі ауруларды, түрлі қиындықтарды жеңіп келген болатын. Ал енді мына вирусты да жеңеміз деген ойдамын. Егер де сіз осыған келіссеңіз, онда дәл қазір лайк басып кетіңіз. Және видео ұнаса, арнамызға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойсаңыздар, біздің бұдан да қызықты, әсерлі видеоларымызды жіберіп алмайсыздар. Ендеше сіздермен бірге болған мен Райымқұл Абдынұрхамит және қызықты мәліметтер арнасы, сау болыңыздар.